Балалар, бүгін біз қазақ тілі пәнінен ана тілім ардағым, сөйлеу мәдениеті тақырыптарымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта сендер түрлі жағдаяттарда сыпайы сөздерді қолдануды үйренесіңдер. Ең алдымен мына сұрақтарға жауап берейік. Егер адам сенімен сыпайы сөйлессе, өзіңді қалай сезінесің? Өзіңмен немесе достарыңмен дөрекі сөйлескен адамға қандай ақыл айтар едің? Бөгде адаммен қалай танысар едің? Балалар, сыпайы сөздер мәдениеттілікке жатады. Біз қаншалықты сыпайы сөйлессек, соншалықты өзіміздің мәдениетті екенімізді көрсетеміз. Мәдениетті сөйлеу адамның тәрбиесіне байланысты. Яғни, әдемі мәдениетті сөйлеу деп отырғанымыз, сөйлегенде сыпайы, мәдени сөздерді қолдану, дөрекі сөйлемеу. Сәлем сөздің анасы дейді қазақ. Яғни, сәлемдесу сөз басы. Сәлемдесу кезінде адамдардың бір-біріне деген ықыластары, көңілдері өзгереді. Бір ауыз сөз, сәлем сөзі тіл табысуға көмектеседі. Олай болса, сөйлеу мәдениеті деп нені айтамыз? Сөйлеу мәдениеті ана тіліміз, қазақ тілі, яғни тілімізді дұрыс және орынды қолдану. Сөздерді дұрыс айту, тілді басқа тілдің сөздерімен шұбарламау, яғни таза сөйлеу. Қадыр мырза әлі айтпақшы, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметтеу. Ендеше сөйлеу мәдениеті деп отырғанымыз, сыпайы сөздерді қолдану, сөйлеп тұрған тілді басқа тілдегі сөздермен шұбарламау, таза сөйлеу. Және сыпайы сөйлегенде, сыпайы сөйлеу барысында дұрыс қоштасу, дұрыс хал жағдайды сұрау, дұрыс амандасу жатады екен. Ендеше сендерге тапсырма. Оқулығымыздың 12-ші бетіндегі 16-шы жаттығу. Мәтінді тыңда, мәтіннен қолпаштау және алғы сөздері бар лепті сөйлемдерді теріп жаз. Мен тыныс алуға сәл кідірдім. Отырғандар мадақтап ала жөнелді. Ой азаматым, мынау бір өнерлі бала ғой. Қатырып оқиды екен, тамаша оқиды екен деп қолпаштап жатыр. Міне жырда оқылып бітті. Ой, көп жаса, бір жасың 1000 болсын. Өнеріме сүйінген жұрт. Қане, енді қобыландыны оқышы деп өтініш жасай бастады. Ендеше балалар, бұл тапсырманың дескрипторына назар аударайық. Қолпаштау сөздері бар лепті сөйлемдерді көшіріп жазады. Алғы сөздері бар лепті сөйлемдерді көшіріп жазады. Келесі тапсырма. Суреттерге қара. Балалардың әрекеті дұрыс па? Балаларға кеңес жаз. Суреттерге мұқият қараймыз. Бірінші сурет бойынша кеңес жазамыз. Екінші сурет бойынша балаларға кеңес жазамыз. Ендеше балалар, тапсырмаларды толық орындап, маған жібереміз. Іске сәт!